Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі 107-ші сабағымызды бастаймыз. 17-ші жаттығу ертегіні оқы. Ертеде. Бірнеше жыл бұрын су жоғалып кетіпті. Құстар шөлден қайналады, ағаштар қурап, гүлдер солып қалады. Шөлдеген құстар желден көмек сұрайды, ал жел күнді көмекке шақырады. Күн су өзендер мен көлдердегі суларды қатты қыздыра бастайды. Су буға айналып, аспанда жаңбыр пайда болады. Біраздан соң жауын жауа бастайды. Жер беті жанданып сала береді. Ертегі бойынша бір-біріңе сұрақ қой. Ертегідегі негізгі ойды анықта. Ертегідегі негізгі ой оның судың адамзатқа деген пайдасын айтып тұр, иә? Яғни біз су болмаса барлық тіршілік өліп қалады екен. Және де барлық тіршілік үшін су өте маңызды. Келесі, су болмаса не болатын елестетіп көр және оны айтып бер. Жаңа жоғарыда айтып көрдік, су болмаса онда тіршілік өзі болмайды. Өйткені барлық өсімдіктер де, жер де, адамзат та, жан-жануар да барлығы суды қажет етеді. Себебі адам денесінің 60% судан тұрады. Келесі, су, бу, жаңбыр. Осы үшеуін байланыстырып әңгімеле. Су тіршілік көзі. Сусыз табиғат өспейді. Жердегі ағаш, өсімдіктер өсу үшін теңіз, өзен сулары күннің су әсерінен буға айналып, көкке көтеріліп бұлт болады. Содан кейін бұлттан жаңбыр жауып, қайта жерге түседі екен. Яғни қайтадан жерге түскен жауынның әсерінен ағаштар, өсімдіктер қуат алып, жеріміз қайтадан гүлденіп жанданады екен, құрметті оқушылар. 18-ші жаттығу мәтінді көркем жаз. Аспандағы ақша бұлттар бүгін ерекше әдемі. Біз бір топ бала жидекті тоғайға бет алдық. Саны алуан құстар сайраған тоғай іші өте көңілді. Сын есімдерді тап, оларды сын есімнің негізгі және туынды түрлеріне ажырат. Бұл жерде негізгі сын есімдер: ақша, әдемі, ақша бұлттар, қандай бұлттар, ақша бұлттар, ерекше әдемі, қандай әдемі. Келесі, туынды сын есім. Бұл жерде туынды сын есімдер: сан алуан, өте көңілді, жидекті деген сөздер туынды сын есім болып тұр екен. Келесі, шығармашылық үзіліс. Мақалды тауып жаз. Дария жанынан құдық қазба деген бізде мақал шығады екен. 20-ші жаттығу. Ойлан тап. Кішкентай Дархан көрген нәрсесін айтып жеткізе алмай тұр. Ішкі үйге бір құс ұшып кіріп, қайта шығыпты. Дәл осы соған ұқсайтын құс Сәуле апайдың ауызғы үйіне ұя салыпты. Дарханның көргені қай құс? Көмекке кел, сипаттап көр. Бұл құс қарлығаш. Себебі қарлығаш адамға жақын жүретін, ұясын үйдің іргесіне салатын сондай ерекше құс екен. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыздар.